көлбеу жазықтықпен домалап бара жатқан дене ілгермелі және айнымалы қозғалыспен қозғалады. Осы себептен шардың қозғалысына көрсетілгендей екі теңдеу жазаламыз. Ол ілгермелі қозғалыс үшін Ньютонның екінші заңы. Сонымен қатар, айнымалы қозғалыс үшін Ньютонның екінші заңы. Осы теңдеулерді және сызықтық пен бұрыштық үдеу арасындағы қатынасты қолдана отырып, инерция моменті көрсетілгендей анықталады. Мұнда X берілген қатты дене түрі үшін тұрақты шама. Біз мұнда көрсетілген көлбеумен төмен домалап бара жатқан дене үдеуін есептей аламыз. Енді біз тежеу күші үшін формуланы Ньютонның екінші заңы формуласына қоямыз. Кейін біз Ньютонның екінші заңына арналған формуланы айнымалы қозғалысқа ауыстырамыз. Содан кейін айнымалы қозғалыс үшін Ньютонның екінші заңы формуласын түрлендіреміз. Кейін F үйкеліс ілгермелі қозғалыс үшін Ньютонның екінші заңы формуласына салынады. Кейін біз дененің бұрыштық үдеу формуласын аламыз және оны ауыстырып, өз теңдеуімізге қоямыз. Ал кейін дене массасын азайтамыз. Біз X көбейту A-ны теңдеудің оң жағына ауыстырамыз. Жай түрлендіруден кейін біз төмен сырғанап бара жатқан дене теңдеу үшін формула аламыз.